Прометей бұл алып мұхит лайнері. Ол 4 ай бұрын 7 күндік сапарға шыққаннан бері кеме мен 2 жолаушы хабарсыз кетті. Бұл жағдай Еуропада үлкен жанжалға айналды, өйткені кеменің бірінші класты жолаушылары арасында танымал әрі маңызды тұлғалар болған. Кемеде не болғаны туралы қауесет бүкіл континентке таралды, бірақ мұхит лайнерін табуға жасалған барлық әрекеттер сәтсіз аяқталды. Бірінші көріністе біз Мора есімді әйелді психиатриялық аурухана дәліздерінде қашып бара жатқанын көреміз. Ол әкесінен қашып, оны ағасына бірдеңе жасаған үшін қарғайды. Мора жоғалған кеме туралы бұлыңғыр сөздер айтады және әкесін көптеген адамдарды өлтірген үшін айыптайды. Ол айтып отырған кеме Прометей. Келесі көріністе Мора оянып, бұл тек түс болды деп ойлайды. Алайда психиатриялық ауруханада алған білегіндегі іздер оның түс емес екенін көрсетеді. Мора басынан өткен жағдайларды тұманды түрде есіне түсіреді, бірақ көп бөлігі жай ғана бұлдыр бейне. Бұл бірнеше айды біреу оның жадынан өшіріп тастағандай әсер қалдырады. Қазіргі уақытта ол Англиядан Америкаға бет алған басқа кемеде. Бұл кемеде 7 күндік сапарға шыққан, бортында 1000-нан астам жолаушы бар. Бірінші класты жолаушылар ең байлар, ал орта және жұмысшы тобының өкілдері немесе босқындар, қылмыскерлер мен кезбелер кеменің төменгі бөлігіндегі ортақ купелерде тұрып, азырақ тамақ алады. Ал бірінші класты жолаушыларға әлемнің ең үздік тағамдары ұсынылады. Бірақ ешкім білмейтін нәрсе, бұл кемедегі әрбір жолаушының өз құпиясы бар. Бірінші кластағы адамдардың көбі мүмкін бұл жағымсыз жайттарды жасыруда. Мора бірінші кластың жолаушысы және бірнеше күн бұрын ағасынан хат алғандықтан осында. Хатта ағасы әкесінің не істегенін білетінін айтып, Мораны Нью-Йоркке келуге шақырған. Осы себепті Мора кемеде денсаулығы нашар және психикалық тұрақсыз болса да. Мора айнаға қарап, өз атын еске түсіреді. Егер біреу онымен сөйлессе, өзін ұмытпау үшін. Асханада жаңа үйленген жұп, Люсиан мен Лаура отыр. Олардың некесі ата-аналарының келісімімен жасалғандықтан, олар бірін-бірі сүймейді. Оның орнына Люсиан кемедегі жапондық жезөкшеге көз салған. Бұл уақытта аталған жезөкше анасымен бірге жапондық дәстүрлі кимоно киген, бірақ кантон тілінде сөйлейді. Олар шетелде жақсы өмір сүру үшін жапон болып көрінуге тырысады. Мора жалғыз отырғанда қасына Ева есімді әйел келеді. Ева Мораны Америкаға алып бара жатыр, оны борделге сатуды көздеп. Ева сұрақтармен Мораның мазасын алады, бірақ олардың әңгімесін төменгі таптың қарапайым жұмысшысы бұзады. Оған бірінші класты жолаушыларға қарауға да тыйым салынған. Ол кемеде дәрігер бар ма деп сұрайды, өйткені төменгі купеде оның әпкесі өліп жатыр. Қауіпсіздік қызметкерлері оны алып кетеді, бірақ Мора артынан еріп дәрігер екенін көрсетеді. Еркек дәрігерлер өздеріне тамақ салып жатқанда, Мора төменгі қабатқа барып, жүкті әйелге көмектеседі. Адамдар күмәнмен қараса да, оның кіші сіңлісі Мораға сенім артады. Әйелдің ауырсынуы басылғанда, Мораның кәсіби шеберлігі дәлелденіп, ол тыныштықпен сыртқа шығады. Дәл сол сәтте ол кеменің капитанымен кездеседі. Капитан 2 жыл бұрын үйіндегі өртте әйелі мен қыздарынан айырылған және әлі күнге дейін олардың өлімін жоқтайды. Капитан біраз сөйлескеннен кейін, көмекшілері келіп, жақын маңнан белгі алынғанын хабарлайды. Ол белгі оларға бір жердің координаттарын көрсеткен. Капитан бұл сигнал жоғалған кемеден келіп жатыр деп ойлауға себеп бар деп санайды. Жолаушыларға мән бермей, ол кемені бұрып жібереді. Мора капитанмен сөйлесуге барып, жоғалған кемеде әлі тірі адамдар бар деп ойлайсыз ба деп сұрайды, өйткені олар кеткеніне 4 ай болған. Капитан мұның екіталай екенін біледі, бірақ олар тамақтарын үнемдеп, аман қалған болар деп үміттенеді. Мора кеткеннен кейін, капитан Мораның ағасынан келген хатқа ұқсас хатты алып шығады. Хат белгісіз біреуден келген. Кейінірек, капитан бірінші класты жолаушылармен бұл жағдайды талқылайды және кемені координаттарға жеткізу үшін бағытты өзгертетінін айтады. Олардың көбі бұл шешімге наразы, бірақ капитан өз шешімінен қайтпайды. Бірнеше сағаттан кейін олар ақырында координаттарға жетіп, шынымен жоғалған кемені табады. Жолаушы хабарсыз кетті. Капитан өз көмекшілеріне құтқару қайығын түсіруді бұйырып, бірнеше адамды өзімен бірге жоғалған кемеге ертіп барады. Топқа 2 төменгі класты ер адам, Олег пен Джером, Мора және тағы бірнеше адам кіреді. Ақырында жоғалған кемеге жеткенде, олар ішке кіріп, ешкімді таппайды, тіпті өлі денелер де жоқ. Капитан сигналды қалай алғанына таңғалады, өйткені оны жіберген құрылғы бұзылған.
Кенеттен Мора жерде жүрген қоңызды байқап, оның артынан ереді. Қоңыз оны жабық шкафқа барады. Мора шкафты ашып, ішінен кішкентай баланы көріп, қатты таңғалады. Бала үнсіз және ешқандай эмоция көрсетпейді, бірақ оның қолында бір түрлі пирамида бар. Топ баланың қалай аман қалғаны туралы сұрақтар қояды, ал олар оны қайыққа алып кеткенде, Мора дәрігер болғандықтан, баланы өз бөлмесінде ұстауға және оған қамқор болуға келіседі. Сол түні жоғалған кемеден келген ер адам жасырын түрде Керберус кемесіне мінеді. Келесі күні таңертең кемедегі барлық компастар істемей қалады. Жолаушылар өздеріне де жоғалған кеменің тағдыры жетеді ме деп алаңдай бастайды, ал капитан енді не істеу керектігін білмейді. Осы кезде Мора баламен айналысып жүр. Бөлмесіне тамақ алып келгенде, есігінің артында бір бейтаныс адамды көреді. Бұл жоғалған кемеден келген сол ер адам болып шығады. Ер адам тез арада басқа есікке барып, оның бөлмесінен шыққан жылау дыбысын естігенін және жағдайын тексергісі келгенін айтады. Ол өзін Дэниел деп таныстырып, оның көршісі екенін айтады. Мора ер адамды бұрын көрген сияқты екенін сұрайды, бірақ ол әңгімені аяқтап бөлмесіне кетеді. Содан кейін Мора баладан кемеде не істегенін сұрайды. Бірақ бала үндемейді және өзімен бірге табылған пирамиданы ұсынады. Бала оған бірдеңе айтқысы келетін сияқты, бірақ Мора оны түсінуге қиналады. Осы уақытта капитан жоғалған кемеге қатысты барлық жайттар кеме компаниясымен байланысты деп ойлайды. Жүрер алдында ол компаниядан кемені суға батыр деген 2 сөз жазылған хат алған болатын. Капитан компания оларды жуырда табылған кемені суға батыру арқылы өздерінің қылмыстарын жасыруға тырысып жатыр деп ойлайды. Оның көмекшілері капитанның бәрін тым көп ойлайтынын айтады. Капитан не істейтінін шешу керек деп талап етеді, өйткені жолаушылар мен өз командасы оның беделіне күмән келтіре бастайды, өйткені кеме орнынан қозғалмай тұр. Осындай жағдайлар оның психикалық денсаулығына кері әсерін тигізіп, ол қыздарының ән айтқанын ести бастайды. Солардың артынан жүріп, әйелі мен қыздарының қайтыс болған бөлмесіне жетеді. Үйдегі өрттің қалай болғаны анықтала бастайды. Өрт салдарынан олардың өлімі кездейсоқ оқиға емес, керісінше капитанның өз әйелі жоспарлаған, ол қыздарын және өзін өлтіру үшін істеген. Отбасымен сөйлесуге тырысады, бірақ әйелі оны елемей, балаларды алып кетеді, тек үлкен қызын қалдырады. Қыз әкесіне қайтуын айтып, отты жағады. Бұл капитанды шынайы өмірге қайтарады. Алайда көзі ашылған кезде өзін төсек астындағы купеде жатқанын көреді. Ол шокта, өйткені ол кеменің әр бұрышын жақсы біледі, бірақ төсегінің астындағы купе туралы білмеген. Осы сәтте капитан жоғалған кемені қайткен күнде де жағаға жеткізетінін шешеді, өйткені оларға Американы көздеу үшін көмір жетіспейді. Оларға Англияға немесе басқа жаққа қайтуға тура келеді. Мора баланың мойнынан өзінің ағасынан алған хаттағы белгіге ұқсас татуировканы табады. Ол балаға өзінің ағасы 4 ай бойы хабарсыз кеткенін, қайда болғанын білмегенін айтады. Тек хатты алғаннан кейін ғана ол туралы білді. Бұл белгі оның үшін маңызды, сондықтан ол баладан оның мәнін түсіндіріп беруді сұрайды. Бала тыңдап, жылай бастайды, бірақ әлі де бір ауыз сөз айтпайды. Мора кеткеннен кейін көршісі Дэниел тағы да есіктің жанынан шығады. Бұл жолы ол алақанынан жоғалған кемеден табылған қоңызға ұқсас қоңызды шығарып жібереді. Ол есіктен алыстап дәлізбен жүріп кетеді. Осы сәтте төменгі класты жолаушылардың арасындағы кішкентай қыз оның соңынан еріп Дэниелге кездеседі. Дэниел кешірім сұрап, сахна кенеттен үзіліп қалады. Басқа жерде капитан жолаушыларға Англияға қайта баратынын айтады, бірақ ешкім бұған қуанышты емес. Адамдар наразылық білдіре бастайды, бірақ капитан барлығына қарсы шығып, шешімінен қайтпайды. Мора палубаға шығып, капитаннан не болып жатқанын сұрайды. Капитан оған кеме компаниясынан затонған кемеге қатысты хабарды айтқанын айтады. Ол сондай-ақ Мора екеуінің бұл кемеге белгілі бір себеппен жіберілгенін болжайды, өйткені ол да дәл сондай хат алған болатын. Кейінірек олар кішкентай қыздың мәйітін тауып, дәрігерді шақырады. Ер адам қыздың табиғи себептермен ауырғаннан қайтыс болғанын айтады. Мора оның шындыққа сай емес деп күдіктенеді, бірақ ер адам оған ешқандай құрмет көрсетпейді. Бұл жігіттің сексизмнен басқа ештеңеге докторлық дәрежесі жоқ сияқты. Кенеттен капитанды сыртқа шақырып, оларды қоршап тұрған тұманды көрсетеді. Осы уақытқа дейін олар күнді пайдаланып, қай бағытта жүргенін анықтап отырған еді. Алайда оларды қоршаған тұманның салдарынан қозғалыс бағытын анықтау қиынға соғады.
Капитан Морамен бірге өз каютасына оралып, оған қызына тиесілі лента бөлігін көрсетеді. Ол бұл лентаны жоғалған кемеден тапқанын айтады және оның отбасы сол кемеде болғанына сенеді, тіпті олар көптен бері қайтыс болса да. Капитан мен Мора жоғалған кеменің капитанының журналдарын тексеріп, онда не болғанын білу үшін тағы да сол кемеге баруға шешім қабылдайды. Олар құтқару қайығын түсіруге барады, бірақ жолда қауіпсіздік қызметінің бастығы оларды тоқтатады. Ол капитанның Англияға қайту туралы шешіміне қатты наразы және оның жоғалған кемеге деген құмарлығы бәріне қауіп төндіреді деп ойлайды. Дегенмен капитан оның сөздерін елемей, қайықты түсіруді жалғастырады. Олар кеткеннен кейін, қауіпсіздік бастығы және капитанның екінші көмекшісі адамдарды капитанға қарсы көтеріліске шақыруға шешім қабылдайды. Қауіпсіздік бастығы төменгі класты жолаушыларға барып, кішкентай қыздың өлімі туралы айтады. Ол жолаушыларды капитанға қарсы қою үшін олардың эмоцияларына әсер етеді. Төменгі таптағы адамдар екінші рет кемеге билет сатып ала алмайтындықтан Англияға оралуды қаламайды. Көп ұзамай олар кемеде тағы 3 адамның өлгенін табады. Олар кішкентай қыз сияқты қайтыс болған. Бұл жағдай ашуды күшейтіп, адамдар өз құқықтары үшін күресуге дайындалады. Басқа жерде, капитан мен Мора жоғалған кемеге жетіп, бөлмелерді аралайды. Олар барлық ресми құжаттардың каминде жанып кеткенін көреді, бірақ капитан күйіп үлгермеген бір парақты алып шығады. Онда кемедегі жолаушылар тізімі бар. Сондай-ақ олар қабырғаға бекітілген электр тақтасын көреді. Капитан бұл тақтаның өткен жылы кемеге орнатылғанын және бу қысымын өлшеуге арналғанын айтады. Алайда ол бұл құрылғының пайдасыз екенін түсініп, оның басқа мақсатта орнатылғанына күдіктене бастайды. Ол өз жолаушыларының өмірі үшін қорқып, кемеде осындай құрылғының бар екені, оның теориясын растайтынын, кеме компаниясының жоғалған кемелер мен адамдардың өліміне қатысы бар екенін түсінеді. Одан әрі жағдайды күрделендіріп, капитан жоғалған кеменің декларациясында Мораның аты көрсетілгенін көреді. Кейін біз жапондық жезөкшенің Мораға қарап тұрғанын көреміз. Үйленген Люциан оған жақындап, сөйлескісі келеді, бірақ ол оны болдырмау үшін кетіп қалады. Бұл жағдай оның иесі Еваға байқалып қалады. Ева Люцианға келіп, онымен жезөкше қызбен түн өткізуге ұсыныс жасайды, бірақ бұл үшін үлкен ақша талап етеді. Кейінірек, Ева жезөкшені тексеріп, оның шынымен пәк екенін анықтайды. Естеліктерден біз оның анасы бұрын бордельде жұмыс істегенін көреміз. Бір күні анасы шетелде жұмыс істеп, жақсы өмір сүру мүмкіндігіне ие болған. Әйелдер қызғаныштан сол қызды өлтіріп, оның орнына кемеге мінген. Пәк қыз олардың істегенінің дұрыс еместігін түсініп, тағдырымен келіседі және Люцианмен бірге болуға шешім қабылдайды. Түн келеді, ал Люциан әйеліне басқа бөлмеде ұйықтағысы келетінін айтып өтірік айтады. Біз оның дәрі қабылдаудан бас тартқанын көреміз, сол себепті оған құрысу шабуылы басталады, дәл киімін шешіп жатқанда. Белгілі болғандай, Люциан бұл шабуылдарға қарсы дәрілерді қабылдайды, бірақ оларды қабылдаған жағдайда ол импотентке айналады. Бұл оның мәселесін күрделендіреді. Капитан өз кемесіне оралған соң қолына алған қағазға қарайды. Ол жоғалған кеменің жолаушылар тізімінде Мораның есімін көріп, қатты таңғалады. Бұл оның сол кемеде болғанын білдіреді, бірақ капитан оның қалай оралғанын және қандай құпияларды жасырып жүргенін түсіне алмайды. Келесі көріністе Дэниел Морамен кездесіп, капитанға деген көзқарасын сұрайды. Мора бұл сұрақты оғаш деп санайды, бірақ ол капитанға өмірін сеніп тапсырғанын айтады, өйткені капитан көптеген қиындықтарды басынан өткеріп, жолаушылар үшін бар жақсылықты қалайды. Осы кезде төменгі класты адамдар қару мен мылтық жинай бастайды. Олар кемені басып алып, оны Америкаға жеткізуді көздейді. Капитанның ескертуіне дейін олар оны қоршап, қарсыластарын күтіп отыр. Сол уақытта Дэниел капитан бұрын басқа кемеден көрген бейтаныс құрылғыны қолдануға тырысады. Капитан және оның 3 серігі қолдары байланып, каютаға қамалған. Қауіпсіздік бастығы компастың қайта жұмыс істеп жатқанын біліп, олардың орналасқан жерін тексергенде, олар 3 күн бұрын жолдан ауытып кеткен кезде, дәл сол жерде тұрғанын түсінеді. Тіпті кемедегі ең тәжірибелі экипаж мүшелерінің ешқайсысы мұның қалай болғанын түсіндіре алмайды, өйткені олар содан бері тоқтаусыз қозғалып келе жатқан болатын. Протестшілер қауіпсіздік қызметкерін қоршап, олардың адамдары неге өліп жатқанын түсіндіруін талап етеді. Қызметкер кемеде болған оқиғалардың барлығын айтып береді, соның ішінде кеме рухынан сигнал алғаннан кейін не болғанын түсіндіреді. Олар баланы құтқарғаннан кейін бұл оқиға орын алғанын білгенде, оны ауру алып келді деп кінәлайды.
Ашулы адамдар баланы іздеп өлтіру үшін жөнеледі. Алдымен олар Мораның бөлмесіне барады, бірақ оны бос деп табады. Бөлмені тексеріп, баланың жоқ екеніне көз жеткізген соң, олар Мораны қамап, басқа бөлмелерді тексеруге кетеді. Мора бала үшін алаңдап, оның төсегінің астынан дыбыс естиді. Ол төсекті жылжытып, капитанның төсегінің астындағы жасырын бөлімге ұқсас бір нәрсені табады. Бала бөлінен шығып, кішкентай жынға ұқсайды, ал Мора жеңілденіп демалады. Протестшілер бірінен соң бірі жоғарғы класты жолаушыларды бөлмелеріне қамап тастайды. Мора өз құлпын бұзуға тырысып жатқанда, бала оның күресін бақылап тұрады. Содан кейін ол қоңызды шығарып, жәндік сиқырлы түрде есікті сырттан ашып береді. Мораның бұған мән беруге уақыты жоқ. Олар құтқару қайығына қарай жүгіріп, капитанмен қайта қауышады. Капитан желдеткіш арқылы олардың қамалған бөлмесінен қашып шыққан болып шығады. Қазіргі уақытта топ құтқару қайығымен қашуды жоспарлап жатыр. Мора оларға қосылғысы келеді, бірақ капитан оның есімін кеме жолаушыларының тізімінен көргеннен кейін күмәнданады. Құтқару қайығын түсіріп үлгерместен протестшілер келіп, баланы алып кетеді, оны өлтірмекші. Нөсер жаңбыр басталады, олар баланы құрбандыққа шалуға дайындалады. Мен оларды кінәламаймын, бала таңба фильміндегі жаратылысқа ұқсайды. Бірақ бала қорықпайды, тіпті тағдырымен келісіп кеткендей. Оған тамағын кесіп жіберуге бір сәт қалғанда, капитан мен оның жақтастары көмекке келеді. Екі топ арасында шайқас басталып, көп адам жарақат алады. Мора бар күшін салып, балаға жетуге тырысады, бірақ әйел оны кемеден құлатып үлгереді. Біраз уақыттан кейін, капитан тобы жараларын емдеуде. Мора әлі де қатты шокта және қорқынышты жағдайда, өйткені ол балаға уақыт өткен сайын жақын бола бастаған еді. Мұның бәрі жеткілікті болды. Капитан Мораға өтірікші екенін айтып, оған жоғалған кеменің жолаушылар тізімінде оның есімін көрсетеді. Мора шошып қалады, өйткені кемеде болғанын мүлдем есіне түсіре алмайды. Ол газетті жоққа шығармақшы болады, бірақ сол кезде жақын жердегі шкафтан дыбыс шығады. Барлығы шошып, кішкентай баланың қолында тағы да бір түрлі пирамида ұстап, шкафтан шыққанын көреді. Ол дәл сол әрекетті жоғалған кемеде жасаған еді. Эпизод баланың Мораға жақындап, оны құшақтауымен аяқталады.